Баршаңызға сәлем. Бүгін біз баклажаннан чөшнезік дайындайтын боламыз. Баклажанды кесудің екі түрлі тәсілін видеода көре аласыздар. Бізге баклажан, помидор, чеснок және майонез керек болады. Видеодағындай баклажанымызды ұзыннан кесіп шығамыз. Өте жұқа және қалың болмағаны абзал. Кесіп болғаннан кейін баклажанға тұз сеуіп араластырып қоямыз. Ол баклажанның қышқыл сөлі бөлініп шығу үшін керек. Барлығын араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа қойып қоямыз. Сөлі бөлінгеннен кейін баклажандарымызға су құйып жуып аламыз. Одан кейін салфеткаға баклажандарымызды қойып сорғытып аламыз. Енді баклажандарды екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Енді қызанағымызды турап аламыз. Видеода көрсетілгендей баклажанға майонез жағып, кептірілген сарымсағымызды себеміз. Кептірілген сарымсақтың орнына кәдімгі сарымсақты қолдансаңыздар болады. Одан кейін қызанағымызды салып, ораймыз. Дөңгелектеп туралған баклажанымызға да майонез жағып, сарымсағымызды сеуіп, бетіне қызанағымызды қоямыз.
дайын болды, ас болсын.